Бір шалдың төрт ұлы болыпты. Бір күні шал ұлдарын жинап алып, мен қартайдым, біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы байлығына сай болса, сол менің мұрагерім болады. Әрқайсың маған байлықтарың мен ақылдылықтарыңды көрсетулерің керек, депті. Үлкен ұлы асыл тас салған жүзігінің көзін көрсетіп, міне менің байлығым, ал кім бай болса, сол ақылды, депті. Екінші ұлы асыл киімдерін киіп, әдеміленіп келеді де, мені осы түрімді көргендер ақылым мен байлығымның алдында бас иеді. Үшінші ұлы күміспен және алтынмен апталған белдігін буынады да, мұндай белдікті ешкім ешқашан буынып көрген емес, депті. Әкесі үлкен балаларына қарап, басын шайқайды да, ең кіші ұлына бұрылып, сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың? Деп сұрапты. Сонда кенже ұлы, менде асыл тасты жүзік те, сәнді киім де, алтын күміспен апталған белдік те жоқ. Тек жұмысқа жарамды екі қолым бар. Қайрат жігерге толы жүрегім бар, дейді. Шалға кенже баласының тапқыр да ұшқыр ойлы сөзі қатты ұнайды. Жұмыс істей білген адам жұтамайды, деп, өзінің кенже ұлын үй шаруасын басқаруға мұрагерлікке атайды. Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпай, талабын орындауды өсиет етеді.